Баршаңызға сәлем, қайырлы күн. Бүгін сіздермен осындай 5 минутта дайын болатын мини пиццамен рецептісімен бөлісетін боламын. Өте оңай дайындалады, соңына дейін көріңіздер. Бізге қажет ингредиент ол сыр, сосын тұздалған қияр, приправа орегано міндетті түрде, сосын сосиска немесе колбаса, өзіңізге ұнайтын әртүрлісін қолдансаңыз болады. Осылай барлығын турап дайындап аламыз. Осындай лаваш қолдансаңыз болады, бездрожжевой, тортилья сияқты болады. Ең алдымен осылай сырды қойып, орайтын боламыз бүктеп. Содан кейін зубочисткамен закреплять етеміз жан-жағын, формасын ұстау үшін. Піскен кезде алып тастаймыз. Содан кейін ең алдымен майонез бен кетчуп жақсаңыз болады, немесе томат жақсаңыз болады. Осы приправа орегано деген дәмі сондай күшті болады. Любой пиццаға қосатын приправа бұл. Барлығын осылай салдық. Енді 220 градусқа дейін қыздырылған пешке 15 минутқа пісіруге жібереміз.